Қыздар, біздерге осындай жұп-жұмсақ лакомка дайындау үшін 150 грамм жылы сүт, 150 грамм жылы су керек болады, және де 60 грамм қантымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды қосып жібереміз. Бір жұмыртқаның сарысын бетіне жағуға алып қалатын боламыз. Дрожждан 7 грамм салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Одан соң бізде 600 грамм ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Оның үстіне 100 грамм сары майымызды салып, бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Иленген қамырымызды пакетке салып, бетін жауып, пакетке салып, 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минуттан кейін тағы да бір қайырып қойып, тағы да 20 минутқа демалдыруға көтерілуге қоятын боламыз. Осылай көтерілген қамырымызды әрқайсысын 60 граммнан немесе 80 граммнан өлшеп, лакомкалар дайындайтын боламыз. Бізде осындай 60 граммнан өлшенген 15 штук лакомка шықты. Оны де оқтаудың көмегімен дәл осындай менікіндей қылып жайып, жасап болған лакомкаларымыздың бетіне пакет қойып, тағы да 20 минутқа қойып демалдырып болған соң, осындай әдемі болып ісіп шығады. Бір-біріне тимеу керек. Бетіне жаңағы бір жұмыртқаның сарысын жағып шығатын боламыз. Біздің әдемі болып көтерілген лакомкаларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 18-20 минутта пісіріп алатын боламыз. Және сол лакомкалардың арасынан біреуін аламыз да жақсылап блендерге араластырып езетін боламыз. Бұл бізге бетіне себуге керек болады. Енді біз кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін бөлме температурасында тұрған 82%-ік 250 грамм сары май керек болатын болады. Оны жақсылап блендермен араластырамыз. Үстіне 100 грамм қант қосып жібереміз де тағы да араластыратын боламыз. Жақсылап араласқан массамызды салқын холодильникте тұрған сгущенканы араластырып, осындай крем жасайтын боламыз. Бұл кремді біз лакомкаларымызды ашып, кесіп, осылай әрқайсының ішіне жағып шығатын боламыз. Сыртына да жағатын боламыз. Сырты қалып кетпеу керек. Жаңа үгітілген лакомкамызды батырып алатын боламыз. Бізде осындай әдемі, жұп-жұмсақ, тәп-тәтті лакомкалар шығатын болады. Оларды пешевой пеленкаға орап, әрқайсысын 120, 150, 180 теңгеден сатсаңыздар болады. Рецепті жазбаша түрде алғыларыңыз келсе, жекеге шығамыз.